Сәлем достар, привет, друзья, мәрхәбә arkadaşlar. Каналыма қош келдіңіздер. Мен Айнұр. Бүгін мен сіздермен Корей қыздарының әйелдерінің мәңгілік жастық сырымен бөлісемін. Бұл бет маскасы әжімдерді қатайтады, пигментацияны ағартады, теріні нәрлейді, боф әсері бар. Үй жағдайында операциясыз бетті тарту, Азия қыздарының әдемілік сырлары. Бастау үшін бір жұмыртқаның сарысын алыңыз. Сарыуыз өлі жасушаларды тазартады және теріні тегістейді. Сондай-ақ 2 ас қасық күріш ұнын қосыңыз. Күріш ұны теріні жасартады, бет сопақшасын қатайтады, біркелкі реңк береді және қара дақтарды кетіреді. Корей әйелдерінің мінсіз тегіс, таза, фарфор терісінің құпиясы дұрыс күтімде. Бұл маскадан кейін сіздің бетіңіз бұрын және кейін болып өзгереді. Салыстыру үшін бетіңізді суретке түсірсеңіз болады. 1 шай қасық глицерин қосыңыз. Егер жоқ болса, зәйтүн майын қосыңыз. Глицерин эпидермистің бетінде пленка жасайды, гидролипидті қабатты нығайтады және қалпына келтіреді. Ауадан су молекулаларын тарту арқылы ылғандандырады және оны терінің тері қабаттарында ұстауға көмектеседі. Соңында 2 ас қасық сүт қосыңыз. Сүт тері жасушаларының жоғарғы қабатын қабыршақтайтын қасиеті бар. Осылайша теріні тегістейді және түсін жақсартады, әжімдердің пайда болуын азайтады. Бұл маска барлық тері түрлеріне жарамды. Корейлік қартаюға қарсы масканы аптасына 2 рет қолданыңыз. Масканы қолданар алдында аллергиялық реакцияның бар жоғын тексеріңіз. Бұл маска бет терісін керемет жұмсартады және оны мүмкіндігінше ылғандандырады. Ал енді супер маскамызды бетімізге жағайық. Масканы бет пен мойынның декольтесіне жағыңыз. Енді бетіңіз бен мойныңызды тамақ пленкасымен ораңыз. Масканы бет пен мойныңызда 25-30 минут ұстаңыз, жатып демалыңыз. Масканы алдымен жылы сумен, содан кейін салқын сумен жуыңыз. Артынан ылғандандыратын бет кремін жағыңыз. Назарларыңызға рахмет. Бұл видеомен достарыңызбен бөлісіңіздер, пікір қалдырыңыздар. Менің видеоларымды жіберіп алмау үшін каналыма жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар достар. Сау болыңыздар. Пока-пока. Hoşça kalın.